Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеомды соңына дейін көрмес бұрын подписация батырмасын басып, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ал достар, бүгін мен сіздерге үй жағдайында өзімнің оп-оңай қарапайым палау тамағының рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін біздерге ет, пияз, сәбіз ғана қажет болады. Ал мына жерде менде сиырдың еті. Ал біздер қазанымызға майымызды құйып аламыз. Қызып тұрған майымызға кезектеп етімізді салып бастап қуырып аламыз. Сіздер бүкіл қоспаны өзіңіздің қалауыңызша қоссаңыздар болады. Ал енді қызып тұрған майымызды біртіндеп етімізді қуырып аламыз. Қызып тұрған майымызды етіміздің екі жағын теңдей етіп қып-қызыл етіп қуырамыз. Енді етіміз қуырылам дегенше пиязымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Сонан соң барып сәбіздерімізді тураймыз. Ал сіздер палауды қалай пісіресіздер? Өте қарапайым жолмен пісіресіздер ме, или арасына приправалар қосасыз ба? Мен ешқандай да приправа қоспаймын, себебі өзіміздің отбасымыз осындай қарапайым палауды ұнатады. Енді етіміздің екі жағын осылай қызартып қуырғаннан кейін барып, үстінен туралған пиязымызды саламыз. Сіздердің еттеріңіз тұздалмаған ет болса, осындай кезінде үстінен тұзымызды салып жіберсеңіздер болады. Қуырылып жатқан кезінде, сол кезде етіңізге әдемі дәм беретін болады. Ал менің етім тұздалған болғандықтан еттің үстіне тұзымызды салған жоқпын. Мен толығымен күрішін салатын кезде сол кезде дәмін көріп тұзын салатын боламын. Енді етіміз қуырылды. Үстінен пиязымызды саламыз. Енді жақсылап екі массаны жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Пиязымыз толығымен қызыл болып қуырылғаннан кейін үстінен сәбізімізді саламыз. Енді сәбізімізді де осылай бұқтырып 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Сонан соң барып үстінен суымызды құямыз. Бұл жерде мен суық су құйдым. Енді барлығын қайнауын күтеміз. Міне қайнап жатыр. Осылай төмен отта қайнатуымыз керек. Бір жарты сағат қайнағаннан кейін үстінен осылай чесногымызды саламыз, сарымсағымызды, яғни содан соң барып жуылған күрішімізді саламыз. Бұл жерде күрішіміз менің 700 грамм. Енді осы қайнап жатқан суымыздың үстіне күрішімізді салып, бетін бір тегіс етіп салып, сонан соң барып үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, үстінен 5-10 мм етіп су құямыз. Сонан соң барып бетін жауып, астын қатты отта қоямыз. Міне толығымен қайнап шыққаннан кейін өзі астындағы суы құрғайды. Сонан соң барып бетін ауыстырамыз. Енді күрішіміздің мына бетін қойып, астын ең төменгі отта қойып, осылай жан-жағын бір тегіс етіп, үстінен қасығымызбен шұқып, сонан соң барып бетінен салфанмен шоқ жапсаңыздар да болады. Астын өте төмен етіп 5 минутта осылай қойып қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қасығымызбен алды жерінен осылай шұқып жібереміз. Палауымыз дайын болды. Енді дастарханымызға ұсына берсек болады. Бірінші мен үстіндегі ақ палауын балдарыма салып беремін, себебі балдарым осындай сәбізін жемегендіктен бетіндегісін салып беремін. Ал енді палауымыз дайын. Енді дастарханымызға отырып ұсынып жей берсек болады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.